Ең көп жұмыртқа беретін топ 5 тауық тұқымы. Бір тауық жылына 300-ден астам жұмыртқа бере алады деп ойладыңыз ба? Бұл шындық. Ал видео соңында Қазақстанның құс фабрикаларында ең көп өсірілетін рекордшы тауық тұқымдарын айтатын боламын. Сонымен 5-ші орында Род Айленд тұқымы. Америкалық бұл тұқым өте төзімді келеді. Көрсеткіші жылына 250-280 жұмыртқа. Суыққа өте берік. Тіпті қыста да жұмыртқалауын тоқтатпайды. Еті де өте дәмді. 4-ші орын Суссекс тұқымы. Ағылшынның ең көне әрі сенімді тұқымдарының бірі. Көрсеткіші жылына 270-280 жұмыртқа. Бұл тауықтар өте жуас әрі тез үйреніседі. Жұмыртқалары ірі әрі қабығы мықты болады. 3-ші орын Хайсекс тұқымы. Нидерландылық селекционерлердің жетістігі. Бұл таза тұқым емес, арнайы шығарылған кросс. Көрсеткіші жылына 300-320 жұмыртқа. Хайсекс White және Хайсекс Brown болып бөлінеді. Олар жемді өте аз жейді, бірақ өнімді өте көп береді. 2-ші орында Ломан Браун. Германиядан шыққан әлемдегі ең танымал жұмыртқалағыш тауық. Көрсеткіші жылына 310-320 жұмыртқа. Балапандары өте тез жетіледі. 5 айлығынан бастап жұмыртқалай бастайды. Шаруалар арасында ең сенімді тұқым болып саналады. Егер сізге ауыл шаруашылығы қызық болса, Агромен парақшасына жазылуды ұмытпаңыз. Ал 1-ші орында Леггорн тұқымы. Әлемдік жұмыртқа индустриясының абсолютті чемпионы. Көрсеткіші жылына 320-350 жұмыртқа. Бір жылда 371 жұмыртқа туған Леггорн тауығы Гиннестің рекордтық кітабына енген. Бұл тауықтардың салмағы жеңіл, бірақ қуаттылығы өте жоғары. Ал Қазақстанда қандай тауықтар көп? Еліміздің ірі құс фабрикаларында негізінен Ломан Браун мен Хайсекс тұқымдары өсіріледі. Себебі олар біздің климатқа тез үйренеді және жұмыртқасы саудаға өте қолайлы. Ал сіздің қораңыздағы бір тауық күніне қанша жұмыртқа береді? Пікірге жаза кетіңіз.